Қайырлы кеш, қымбатты оқырмандар. Арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдай отырыңыздар. Туған күн кешінде. Әдеттегі туған күн. Дала суық, ауа райы бұзылып тұр. Бос үйге кірдім. Жұма, сағат 5. Міне, ағамның әйелі келу керек. Ағамнан сұраған сыйлықпен бірге деп үміттенем. Жаңа фотокамера сұрап едім. Бірнеше ай бұрын фото және видео түсірумен әуестене бастадым. Әр жерден керемет кадр жасауға құлшынысым артып жүрген болатын. Өкінішке орай, қазір ағам іс сапарда. Сондықтан туған күн оның қатысуынсыз өтеді. Ата-анамыз ауылда тұрады. Сондықтан мен және Мадина кеште екеуміз ғана боламыз. Қарсы болғаным емес әрине. Негізі осы уақытты фото түсірумен өткіземін деп ойлағанмын. Мен диванда отырдым. Шамамен 5 минуттан соң есіктің ашылғанын, жеңгемнің даусын естідім. Даниял, үйдесің бе? Иә, мен осындамын. Ол бөлмеге жетіп келді. Үстінде ақ блузка мен қара юбка киген. Артына бірдеңе жасырып, күлімдеп маған қарай келе жатыр. Менің бетімнен сүйіп, туған күніңмен деп кинодағыдай әрекетпен артындағы қорапты шығарды да, тадам деп көрсетті. О, рахмет, Мадина, менің қалап жүргенде осы еді. Тездетіп қорапты аштым да, ішіндегі фотоаппаратты алдым. Ұнай ма? Бұл ағаң екеумізден, деді жеңгем. Керемет, деп жауап бердім. Батарейканы қуатқа қойып жатып. Оны қосып түсіре бастағанша асықпын. Қандай тамақ жейміз? Біз пицца тапсырыс бердік те, кешкі ас ішіп болғанша әртүрлі тақырыпта сөйлестік. Мадина жұма күні үнемі ішетін ақ шарабын ішіп отырды. Тамақ ішіп болған соң біз залға қайта келдік. Мен камераны қосуға кірістім. Керемет, енді жаттығу керек. Менің бірінші моделім болғың келе ме? Деп күлімдеп сұрадым. Сұрадым да бірінші фотомды түсірдім. Менің жеңгемді сипаттап беруге рұқсат етіңіздер. Ол қарапайым әйел. Қаржы секторында жақсы жұмыс істейді. Бойы шамамен 165 сантиметр. Оның дене пішімін әдетте өте тартымды қыздардың денесіне ұқсайды. Әсіресе 30-дан асқан әйелдерде өте сирек болады. Иықтан келетін тура қара шаштары, қоңыр көк түсті көздері, сүйкімді келбеті бар. Күнделікті жүгіретіндіктен аяқтары да сүйріктей. Олардың балалары болмады. Жаңа ғана жасалған фотода оның диванда аяғын айқастыра отырған бір жақ бейнесі ғана еді. Юбкасы тізеден сәл биік. Мен фотоны көргенде оның соншалық сұлу екеніне таң қалдым. Ол туралы осыған дейін мүлдем ойламаппын. Қараш, Мадина, әдем шықты ғой, иә? Дедім фотоны көрсете бере. Ол күлімдеп, кәнеки, рас па? Әрине, дедім мен. Бұл жерде ішіміз пысып отырғанша бірнеше фото жасасақ қалай? Мен бе? Деп сұрады жеңгем. Әрине, неге болмасқа? Камераға қарап тұршы, өтініш. Жарайды. Шарап құйылған бокалын қойды да маған қарап тұрды. Енді сәл күлімсіреші. Сосын қолыңды беліңе қойып камераға қарап күлімдей аласың ба? Мен камерада оның біресе күліп, біресе жымиып тұрғанын көрдім. Мен де күлдім де фотоны түсірдім. Әдемі. Қолыңды беліңе ұстап маған иығыңнан қарап күлімдей аласың ба? Мадина мен айтқандай жасады.
Ол ақырын маған қарай бастағанда бірнеше фото жасап үлгердім. Маған теріс қараған сәтте оның тартып киген юбкасынан әдемі жерін көрдім. Мен бұл сәтті нақты есіме сақтап қалдым. Қалай иығынан асып қарады. Керемет, Мадина, мінсіз көрінесің. Шын айтам, сенен модель ретінде әдемі фотолар алатындай көріп тұрмын. Иә, мысалы, қолыңды диванға қойып, беліңді бүгіп, маған тағы да қарай аласың ба? Өте әдемі болады, шын айтам. Мә, еңкеу керек па? Деп сәл таңырқап қалды. Аха, әдемі болады, қане қызық болады, рас айтам. Жарайды, ештеңе етпес. Еңкейгенде юбкасы одан сайын тартыла түсті. Осы сәтте кішкене есімді жоғалтып алдым десем де болады. Сонда да бірнеше ракурстан фото жасап үлгердім. Мадина, онсыз да сұлу едің, қазір тіптен құлпырып тұрсың. Бір қолыңды бөксеңе қойып маған қарай аласың ба? Кәдімгі модельдер сияқты. Ақырын, өзіне сенімсіз кейіпте менің айтқанымды жасады. Фотоға түсірдім. Менің жеңгеме деген құштарлығым ояна кетті. Әңгіменің соңы.